12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар құрметті телекөрермен, Жамбыл арнасының эфирінде арнайы хабар. Бұл хабарымызды біз ел тәуелсіздігінің 31 жылдығына арнаймыз. Хабар барысында сіздердің назарларыңызға Тараз қаласында орналасқан желтоқсан 86 орталығының жұмысы, желтоқсаншылармен сұхбат және тәуелсіздік құрдастарымен мазмұнды әңгімелер ұсынылатын болады. Ендеше арнадан ауыспаңыздар. Тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тәуелсіздік бәрімізге аян, оңайлықпен келетін шаруа емес. Я болмаса бір адам, екі адам бір тұлға болып, соны отойлатып, соның артынан еріп жүргенде келе салатын тәуелсіздік емес. Бұл тәуелсіздік жолында қаншама адам құрбан болды, қаншама адам шейіт болды. Бұл өзі қазақтың тарихында жалпы айтсақ 300-ден аса көтеріліс болды. Сол көтерілістің бәрі осы тәуелсіздік жолында болған жоқ. Бәрінің мүддесі сол тәуелсіздік болған жоқ. Анау арғы айтсақ Кенесары жасаған көтеріліс, одан Амангелді көтеріліс дейміз. Оның бәрінде арғы түбінде жатқан нәрсе сол тәуелсіздік. Ал енді сол тәуелсіздік пен желтоқсанды қалай байланыстырамыз дегенде мен осыны айтар едім. Желтоқсан болмаса тәуелсіздік қайдан болар еді? Бұл 1986 жылғы 16 желтоқсан жалпы сол кездегі жастардың, еліміздің жастардың, еңбекші қауымның сол тәуелсіздікке деген, тілге деген арманнан туып, сол идеядан бастап алған жоқ. Бұл желтоқсан оқиғасы дейміз. Сол қазақтың басынан өткен қаншама көтерілістің ішінде осы желтоқсан оқиғасын мен ерекше желтоқсан ұлттық көтерілісі деп айтар едім. Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 31 жыл. 31 жыл ішінде Қазақстан етек жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 желтоқсанда егемендігін алған еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты мен дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен еріктілерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет толып қалыптасты. Біз сол кезде қатысқанымызға әлі де өкінбейміз. Сол біз қаншама ата-бабаларымыздың армандаған мақсатына жеттік деп ойлаймыз. Тәуелсіздігіміз әрқашанда тұғырлы болсын, көк байрағымыз әрқашанда биіктен көріне берсін. Өсіріп отқан ұрпақтарымыз аман-есен болсын. Мен сол 86 жылы 2-ші курс студенті болатынмын. Сол Алматыда оқитынмын. Сол желтоқсанның зардабын шектім десем де болады. Көрдім, өз көзіммен көріп, сол қатысып, сол үлесімді қостым деп ойлаймын. Сол үлесімнің жалғыз мен емеспін, мыңдаған әрбір қазақ жастары сол желтоқсанға қатысып, қазіргі ұрпағымыздың тәуелсіздігін алып отырмыз деп ойлап отырмын. Неліктен бізге сол Россиядан, сол кездегі қазіргі Россия деп айтып отырмыз ғой, Мәскеуден, бір Ульянов облысынан бір Қазақстанымызды келіп қолбен басқарады. Біздің өзіміздің Қазақстанда, өзіміздің Қазақстанда тұратын өзіміздің мемлекетімізден бір адам шықпады ма, бізді басқа адам басқармады ма деген ой ғана болды. Қазақ тілін, қазақ дәстүрін білмейтін адамды алып бір-ақ күнде қойып қойды. Біз соған ызаландық, ашуландық. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс, төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Бізден кейін 88-89 жылдары Балтық елдері көтеріле бастады. Эстония, Латвия, Литва бөлінді бірінші болып. Одан ары 89 грузиндер бастады. Біз енді оны айта береміз ғой, айта берсек желтоқсанда
шаршамаймыз, жыл 12 айтуға болады. Бұл желтоқсан көп жерде сұрақ қояды бізге. Біз неге сол 1986 жылы тәуелсіздік ала салмадық? Соншама жастар қырылды, қаншама адам кетті қыршыннан. Неге сол кезде бізді сол тәуелсіздік ала салмадық? Неге тәуелсіздік жариялай салмадық деп? Ол кездегі өкімет дайын болған жоқ. Сол кездегі жүйе дайын болған жоқ. 70 жыл өмір сүрген коммунистік партияның тағдыры қалай болады дегендер де болды. Соның бәрін зерделей келе, бұл қарап отырсақ, сол кездегі КСРО-ның құрамдағы 15 мемлекеттің ішіндегі ең соңында біз жарияладық. 91 жылдың желтоқсан айында. Сонда біздің зиялы қауым көп ойланды. Қалай егемендік боламыз, қандай ел боламыз, біздің жаңағы валютамыз қалай болады, оның тағдыры қалай болады, болашағы қалай болады деген сияқты асықпай баппен жарияланған тәуелсіздік күн болды. Енді бұл желтоқсанда айтар едім, бұл желтоқсанда болған оқиға, бұл айтады ғой, батырлық әртүрлі жағдайда келеді. Батырлық туа бітетін батырлық бар, келе бітетін батырлық бар, бір төңкерісте болатын батырлық бар. Сол кездегі осы желтоқсан көтерілісіндегі батыр қыз ұлдарымыздың арқасында келген тәуелсіздік деп есептеймін. Бізде осы жерде айтатынымыз, мынау Қайрат Рысқұлбеков, әр біздің жерлесіміз қандай жағдайда өлім кетті, қыршын кетті. Енді соның айтылмай жатқан шеттерді көп желтоқсан. Сондықтан қазіргі кезде тәуелсіздігіміздің 31-32 жылға аяқ басып атқан шақта желтоқсан көтерілісінің бұл өткеніне 35-36 жыл болып жатқанда әлі ашылмай, осы желтоқсанның ашылмай жатқан беттері көп, парақтары көп. Біз желтоқсан 86 қоғамдық бірлестігінің қазіргі құрылып жасап атқан іс-шарасы да сол бағытта. Осы тәуелсіздіктің айтады ғой, тәуелсіздікті алу оңай, оны сақтау одан да қиын. Желтоқсан көтерілісі бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы тарихындағы елеулі оқиға болып табылады. Желтоқсан көтерілісіне қазақ ұлтшылдығының көрінісі деген баға беріліп, көтеріліске қатысқан азаматтар қуғын сүргінге ұшырады. КСРО-ның тоталитарлық, отаршыл саясатына қарсы қазақ жастарының азаттық күресі тарихи маңызы бар үлкен оқиға болды. Жыл 12 айтымыз керек желтоқсанда. Жыл 12. Сонда ғана бұл желтоқсанда да болған әңгіменің, осы жалпы желтоқсандағы болған жағдайлардың ашылмай жатқан беттері сонда ғана ашылады. Сонда ғана біз оған жауап ала аламыз. Қазір көп адам есінде көкейінде сұрақтар көп. Мына келіп атқан жас ұрпақ, мына келіп атқан студенттер дейміз, солардың арасында кәдімгі мен деп тұрған болашақтан үміті зор балаларды байқаймыз. Өткір сұрақтар қоя бастайды. Желтоқсандағынан кейінгі сіз қандай өзгерістерді байқайсыз? Я болмаса желтоқсаннан кейін өзіңізге қандай өзгерістер пайда болды деген сияқты. Сонда айтамыз, бізде осы сендер сияқты жас болдық. Бірақ сол 86 жыл 16 желтоқсанда мен бір мезет өзгеріп кеттім деп айта алмаймын. Уақыт керек, уақыттың еншісінде. Сонда біз де ойландық. Мен қазір жастарға айтамын, оң қолымды жүрегіме қойып, я болмаса бір осы патриоттық бағытта мен бір мезетте өзгеріп кеттім деп айта алмаймын. Уақыт бізді үйретті. Уақыт шындады бізді. Желтоқсандағы болған, бірге сол шепте желтоқсанда алаңда бірге болған балалар, жігіттер, қыздардың жоғалып кету жайттерін көрдік көзбен. Қаншама қыздарымызды сабалап, итпен үргізіп, итке қаптысқан кездерді көрдік көзбен. Соның бәріне артынан есеп беріп, көз жүгіртіп, кеп қана біз өзіміздің өзгерерлігіміз сонда байқадық. Тараз қаласында желтоқсан 86 орталығы жұмыс істейді. Мұнда бабаларымыздың ерлігі насихатталып, тәуетер тәуелсіздігімізге жетер жолда құрбан болғандардың ерлігі насихатталуда. Біздің орталық 2018 жылдың
қазан айының 28 жұлдызында сол кездегі облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің тікелей басшылығымен ашылған болатын. Мұражай 3 залдан тұрады, музейіміз 3 залдан тұрады. Бірінші зал 1986 жылы болып өткен оқиғадан жалпы сипаттама береді. Бұл бірінші залда атақты желтоқсаншыларымыздың бірі Қали Қоразбаев ағамыздың тас мүсіні бейнеленген. Халық қаһармандары Ербол Спатаев, Сабира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова және Қайрат Рысқұлбеков ағаларымыз фото суреттері қойылған. Мұхтар Шаханов ағамызға да осы желтоқсан оқиғасына көптеген үлесін қосқан ағаларымыздың бірі Мұхтар Шаханов ағамызға да осы арнайы бір стенд бөлінген. Екінші залымызда осы Жамбыл облысынан шыққан желтоқсан оқиғасының куәгерлері, ағаларымыздың фото суреттері, сол кісілердің Жамбыл облысы бойынша ішкі саясатқа тіркелген тізімдермен аты жөндері қойылған. Кеншімбаев Талғат ағамыздың өзімен бірге алып келген желтоқсан оқиғасына қатысқандығын дәлелдейтін несінің бірі, жаңағы лозунг, әр халық өз көсемі, ешқандай ұлт қарсылық бермесін деп аталатын лозунг бір, және Қалаубек Әділхан ағамыздың картинасы қойылған. Үшінші залымызда халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков ағамыздың жеке заттары қойылған. Онда костюмы, портфелі, әскерден киіп келген әскери кетелі қойылған. Қайрат ағамыздың өз қолымен жазған хаттар қойылған. Қайрат ағамыздың Семей қаласындағы Қайрат ағамыздың атына берілген мектептің фото альбомдары қойылған. Құрметті телекөрермен, өздеріңізге айтқандай, біз қазір тәуелсіздік құрдасымен сұхбат құратын боламыз. Менің қасымда Серікбол Берікқожа бауырым тұр. Енді Серікбол, өзіңе алғашқы сұрақ болсын. Мынау желтоқсан оқиғасын биыл тәуелсіздікке 31 жыл толды ғой. Жалпы сол жолда бабаларымыздың, батырларымыздың ерлігі, жалпы жанқиярлығы көрініс тапты. Енді желтоқсан оқиғасын бүгінгі күннің жастары, жалпы тәуелсіздік құрдастары болсын, қаншалықты біледі, сезінеді? Жалпы біз енді жастар деген кезде әрине өзімізге келеді. Бірінші кезекте біз өз кезегімізде ол желтоқсан оқиғасын қатысушыларын есте сақтауымыз керек. Ол міндетті түрде, себебі әр қайсының жеке тарихы бар, жеке ерлігі бар. Соның барлығын біздің жас ұрпақтардың бойына сіңіру басты мақсат деп ойлаймын. Ал енді қаншалықты сезінеді дегенге келген кезде енді толық сезініп жатқан жоқпыз деп ойлаймын негізі. Себебі оны бастан кешірмегеннен кейін, оны көзбен көрмегеннен кейін біз оны толыққанды бойымызға сіңіреміз, оны толыққанды түсінеміз деген нәрселерге тікелей айта алмаймыз да. Оны тек қана қазір жаңалықтардан, телеарналардан, мынау әлеуметтік желілерден қазір желтоқсан оқиғасына байланысты қиындыларды, кезінділерді жаттанды сол жылда көрсетілетін видеороликтер арқылы ғана қазір жастарымыз көріп, денесі бір түтіркенеді деп айтсақ та болады ғой. Себебі қандай суық, қаншалықты жастардың үні 2-3 күнге созылған қанша қиындық, мысалы қарайтын болса, ол 2-3 күннің артында қаншама уақыттық қайғы қасірет жатыр да, қан жатыр, тері жатыр. Соның барлығын біздің жастарымыздың бойына өте қатты сіңіру керек. Ол идеологиялық тұрғыда біздің негізгі борышымыз. Ол үшін көп насихат жұмыстарын жүргізу керек деп ойлаймын. Жақсы, енді Серікбол, өзің жақсы айттың ғой, мынау жастардың бойына сіңіруде ең бірінші идеологиямыз дұрыс болу керек деп. Мынау қазіргі жастар болсын, солардың бойына біз осы желтоқсан оқиғасының қаһармандарының ерлігін, жалпы солардың жанқиярлық іс-әрекеттерін, солардың жалпы есімдерін қазір бүгінгі жас ұрпақтың бойына біз сіңіре алып жүрік па? Соны жас ұрпақ білей ме бүгін? Бұны қойғаным, енді өзің жастар саясатында енді біраз жыл еселі еңбек еттің ғой? Жастар енді бәрі білмейді деп айта алмаймыз, біледі. Жастар кім, қашан, қандай ерлік жасағандарын барын біледі. Оның ішінде аты аталған өзіміздің біраз азаматтарымыз бар, мысалы қарасаңыз, солардың барлығын сіңіреді. Ал енді мен қателеспесем, қазір бар жоқ білмеймін. Мен енді мектепте оқып жүрген кезде біздің кезімізде Ләззат, Қайрат дегендердің мысалы қарайтын болсақ, өлеңдері, солар туралы бір не дейді, тарау қарастырылған, сондай пәндерге енгізілген. Мен ойлаймын, қазіргі таңда біздің де мектеп программаларына, яғни бағдарламаларына осы жүйені кіргізу керек. Яғни кішкентайынан бойына сіңіріп, оның қандай болғандығы, оған қатысқан адамдардың барлығын. Ал енді 5 саусақ бірдей емес, бәрі түгел біледі деп айта алмаймын мен ол жерде. Барлық бірақ азаматтар тек қана желтоқсанның 16-сы, 17-сі деген кезде программалардан, бағдарламалардан қарап, осындай оқиға болды екен ғой деп қарап кететін жайтымыз бар. Жақсы, енді өзің тәуелсіздік құрдасысың ғой. Мен де тәуелсіздік құрдасымын. Енді Серікбол, бүгінгі
жастарды болсын, осы тәуелсіздік құрдастарын ел болашағындағы нендей мәселелер толғандырады, ойландырады? Жалпы тәуелсіздігімізді алғанға да міне 32 жылға жуық уақыт болып қалды. Тәуелсіздік құрдас екенімізге мақтанамыз. Тәуелсіздіктің ең бір қасиеттілігі ол енді біздің азаттығымыз. Яғни өзіміздің құқықтарымыз бар, бостандықтарымыз бар, азат елде өмір сүру деген нәрсе ол өте жоғары деп ойлаймын. Сол үшін біздің әрбір қазақстандық осы тәуелсіздікті көздің қарашығындай сақталуы керек. Ал енді біздің жастарға не керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, тәуелсіз елдің ұрпағы үшін бірінші кезекте сапалы білім керек. Екінші кезекте жақсы денсаулық, мықты денсаулық керек. Үшіншіден еңбекке қолайлы орта керек. Әр адам өзінің идеяларын, әр адам өзінің жобаларын іске асыра алу мүмкіндігі болу керек. Жақсы жұмыс орындары болу керек деп ойлаймын. Сол кезде ғана біздің еліміздің тәуелсіздігінің мәңгілік екендігін көрсете аламыз. Бұның барлығы біздің еліміз үшін, біздің жастар үшін қажетті еңбек ресурстары. Кеше ғана мемлекет басшысының өзінің тапсырмасында көрдіңіздер, бұл енді жастарға көп мүмкіндіктерді, оның ішінде ауыл жастарының мәселесі де қозғалып жатыр да. Себебі ауылдық жердегі жастарға көп мүмкіндіктер жасай отырып, біз сол жастардың келешегін қалыптастыруымыз керек. Біздің ауылдан қаншама еңбек ерлері шыққан, қаншама спорт шеберлері шыққан, әлем чемпиондары шыққан, ғалымдар шыққан ауылда міне сол жүйені қайтадан қалыптастыру керек. Ол үшін біз кішкентайдан бері, мектептен бері жақсы тәрбие, жақсы білім беруіміз керек деп есептеймін. Жақсы. Мынау тәуелсіздіктің бесігінде тербелгеніне Қазақстанның 31 жыл болды. 31 жылда еліміз өркендеді, өсті. Біраз салада алға жылжушылық байқалды. Енді өзің осы 31 жыл ішінде Қазақстанның бір жеткен жетістіктеріне тоқталып өтсең, оған да бір өзіңнің сүбелі үлесің болды ма дегендей ғой. Мен енді әрбір қазақстандық осы елдің дамуына үлес қосады деп ойлаймын. Себебі мемлекет ол халықтан тұрады, халық ол қарапайым адамдар. Әр адам өзінің еңбек етуінің нәтижесінде ол мемлекеттің дамуына үлес қосуда. Тамшы тама-тама көл болады демекші, бірдей көл болмайды. Сондықтан да әр азаматтың еңбегін бағалауымыз керек. Мен ойлаймын, Қазақстан 30 жылдық осы тәуелсіздігінде әлемде өзінің орнын тапты. Саяси тұрғыда да, мәдени тұрғыда да, спортта да қарап атсаңыздар, жетістіктердің барлығын көріп жатырмыз. Оның барлығы қысқа уақытта жасалған еңбектердің жетістігі. Ал енді мен үнемі айтамын, сұхбаттарымда үнемі осы желтоқсан оқиғасы тәуелсіздікке келген кезде бір нәрсеге тоқталып өту керек деп. Мен өзімді тәуелсіздік құрдасы ретінде үнемі елдің дамуымен салыстырып отырмын. Ал енді қарасаңыздар, мемлекет тез дамып жатыр да, біздің азаматтарымыз да тура тәуелсіздіктің туылған азаматтар да тез даму керек деген нәрседе. Міне осы нәрсеге келген кезде біздің кішкене ғылым мен білім саласындағы жастарға қолдауымыз өте қатты қажет деп ойлаймын. Себебі ғылым мен білім саласында жүрген жастарымыз бәрі шетел асып кетіп жатыр қазір. Оның барлығы жасырын емес, себебі біздің елімізде кішкене ғылымға бет бұрушылық тоқтап қалды да, яғни ғылыми жобалар, жаңа проектілер алып келген нәрселерді қолдау жоқ. Әлемде ол үшін қаншама жастарымыз тер төгіп еңбек етіп жатыр. Үлкен корпорацияларда, қарасаңыздар, әлемдегі ең мықты корпорацияларда қазақтардың жұмыс істеп жатқанын көреміз да. Олар неше біздің Қазақстанда жұмыс істемейді деген сұраққа іздейміз. Сондықтан да біз ғылым мен білімді дамытуымыз керек. Қазір дамып келе жатқан жастарға, оның ішінде ғылым саласындағы жастарға көп қолдау көрсетілу керек. Ол үшін де қазір жаңадан өздеріңіз көріп отқандай ғылым және жоғары білім министрлігі құрылып, арнайы бағдарламалар қабылдап жатыр. Яғни жас ғалымдарды қолдауға бағытталған. Тек қана қолдау емес, олардың стартап проектілерінің барлығын мемлекет игілігі үшін жұмсау керек деп ойлаймын. Жақсы, Серікбол, енді сүбелі сұхбатыңа рахмет. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын дейміз. Жұмысыңа сәттілік. Құрметті көрермен, біздің хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Арнадан ауыспаңыздар. Желтоқсан эпопеясы кітабының авторы Мұхтар Шаханов бір сұхбатында желтоқсан рухы шын мәнінде біздің ұлтымыздың рухани шыңдалуы. Сондықтан біздің бүгінгі таңдағы басты міндет желтоқсан рухын қолдау, насихаттау деген екен. Сонымен осы сөздермен қорытындылай біз желтоқсан оқиғасын 70 жылдық әміршіл әкімшіл кеңестік жүйеден кейін Қазақстанның қайта тірленуінің бастауы деп атап көрсете аламыз. Желтоқсан оқиғасы ұлт санасынан өшпейтін тәуелсіздіктің алғашқы қадамы болып қала бермек. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінгі арнайы хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Ел аман, жұрт тыныш болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын ағайын.